Алдыңғы видеода біз электронный акт жіберген болатынбыз работаға. Енді қараңыздар, енді SF жібереміз дәл сол работаға. Мына жерден сіздер SF-ті жіберместен бұрын договорға кіріп, договорды ашуы керексіздер. Өйткені қазір SF-тің ішін толтырғанда біз не істейміз? Договордағы данныйларды алып SF-ға толтыратын боламыз. Сондықтан да бірінші договорды дайындап аласың, екінші окошкаға SF-ді ашып аласың. Так, договор согласования кіремізде, просто астына мына реквизиттарға дейін түсіреміз. Осы жер керек бізге. SF Google'дан бөлек сайтқа кіреміз, ICSF-ті ашамыз, войти систему басып, войти с помощью ECP. Өзіміздің ECP-мізді таңдаймыз мұндағы. Так, таңдалып тұр. Кіріп аламыз. Пароль енді менде мына жерде ақпарат, өздеріңіздің SF парольдарыңыз. Мына жерде мына Бисенгалев International кіреміз, перейти на старую версию. Неге старая версия? Просто бұл старая версиясы без лишних проблем. Просто мен сияқты старая версиямен жасай беріңдер. Новый версиямен жасамай қойыңыздар. Мына жерде электронный счета фактура деген болады, старая версия өткеннен кейін. Еще старая версия, тағы да старая версия. Бұл ең ескі версиясы, ең жақсы версиясы. Без всяких лишних проблем болмайды. Қызыл шығып кетіп жіберілмей қалу деген болмайды. Мына жерде мен создание счета фактуры бастым. Все. Енді мен мына жерде номер учетной системы. Так, мына жерде қараңыздар, менде өзінде порядка бар определенный, да? Мына жерге более новыйына өтетін болсақ, даты с қоям да, қарап алам. Так, менде соңғы жіберілген SF-тің саны 16. 16, значит, мен дейтін 17-ні жіберем. Қазір жіберетін болсам. Так, 17-ні жіберетін болам. Так, перейти на старую версию. Создание счета фактуры. Так, номер жіберетін системы 17. Бұл просто порядка номер. Бұл да любой сан қойсаңыздар болады, вообще не важно. Реквизит поставщика. Астына түсесің, КБ. Договорда кіресің, өзің ашқан. Бұнда КБ болмайды, бірақ КБ ол ипларда 19 болады просто. Бәріңізде 19 болады. ИК бұл сіздің шотыңыз. Міне, договордан аласыз, көшіресіз, қоясыз. БИК договордан аласыз. Кеулеріңізде автоматын шығып тұруы мүмкін. Автоматын шықпайды. Мен осылай каждый раз осылай көшіріп отырам. АО Каспий банк дегенді аласыздар. Все. Енді раздел С. Реквизиты получателя. Получатель бізде кім? Әрине олар. Организация. Так, ставить басамыз. Все. Автоматын шығады. Кейбіреулерінде шықпай тұрады, потому что алдарында пробел оқып қалады. Сол пробелді алып тастайсыңдар. Егер мына жерде государственный дейтін сөз болатын болса, астына түсіп, мына жерге галочка қоясыңдар. Государственный учреждение деген. Ол народный болсын, жусан болсын, банкке қарамайды. Гос дейтін сөз бар ма атында? Болды, ол гос, значит. Егер ол гос болатын болса, бізге СБР шығады. Егер АОТО болатын болса, СБР шықпайды. Неге? Өйткені бұл реквизиты государственного учреждения. ИК-қа кіреміз. Олардың міне договорда ИК-тарын көшіреміз. Получается, АОТО не нуждается, чтобы мы писали их реквизиты. Код, товар, работа, услуг кіресіздерді договорға өтіп, мына жерде міне предметы договор деген болады. Осы жерде кітірудің бірінші 6 сан аласыздар. 3 лот, 4 лот болсын, осы кітіруді ала бересіңдер ғой. Потому что мұнда кітіру тек бір неге жазылады, бір рет жазылады ғой. Назначение платежа аласыңдар да, мынаны ала салуға да болады, наименование ала салуға болады, или өзіне жасалуға да болады. Бірінші мен мынаны аламын да, былай қойып тастайын болды. БИК. Енді қараңыздар, олардың БИКі кейбіреулер ойлауы мүмкін. АО Каспий банкта КСПКЗК, там жусанда андай мындай. Оларда тек қана екі БИК болады. Либо казначейство, либо другие национальные банки. Міне, оларда казначейство. Егер ода народный болса, жусан болса, басқа банк болатын болса, мына жерде мен нені таңдаймын? Национальный банк РК таңдаймын. Бірақ ода қандай? Комитет казначейства. Значит, мен басамда мына казначействоны таңдай салам. Болды. Разделді. Грузоотправитель. То есть грузоотправитель ол біз. Мы отправляем. Вот мы именно аламыз да. Онда қоямыз. Автоматын шығады. Грузополучатель. Грузополучатель олар. Они получают, мы отправляем. Олардың бейін аламыз да. Қоя саламыз. Болды. Все. Раздел Еге өтеміз. Номер договора. Оны қайдан аламыз? Әрине оны біз договордан аламыз.
мына просто номерсіз, n дейтінсіз, просто сандарын көшіріп алсаңдар жеткілікті. Дата договора 13 март. Все. Раздел F. Номер документа. Бізде накладнойда қандай дата, қандай номер, соған біз қараймыз. Получается, бізде 17 дата документа. Мен бүгін AVR-да менде бүгінгі дата тұр. Значит, бүгінгі дата мен 17. Раздел G. Соңғы раздел қараңдар. Егер работа, товар, егер работа мен услуга болатын болса, алтын таңдайсыздар кодта. Егер товар болатын болса, 5 таңдайсыздар. Сондықтан да біз қазір алтын таңдаймыз. Бізде работа, потому что. Все, договор өтеміз. Байқадыңыздар ма? Тек қана договордан өшіріп жатыр мен. Доп характеристика деген ала салуға болады. Но мұнда услуги деп тұр да, поэтому мынадан да ала салуға болады. Кішкене түсінбей керек болса, услуги работа жазып жіберсек болмай қалады. Единица измерения толтырасыңдар. Көбі мына количественно дейтін толтырып жібереді, сосын қате кетеді. Тек қана e.изімді аласыңдар да, мына работа ма, работа жазасыңдар. Строго от договора отталкивайтесь, там өздерің ойлап тауып керек емес. Работа деп жазам, автоматтың шекарында қоям. Работа біреу болады всегда. Бір работа, енді общий стоимості олардың 48.990. 48.990. Дұрыстап қарап аласыңдар. 48.990. Все, болды. Мұны бәрі толды. Тек қана A-дан бастап G-ға дейін ғой, грубо говоря. Все, толтырдық. Енді қазір біз астындағы отправить кнопкасын басатын боламыз. Так, отправить-то бастық. Енді подписать с помощью ECP. Просто өздеріңіздің ECP-ларыңызды аласыз да қол қоя саласыз. Қол қою. Все. Добавлен в очередь. Енді мына жерде бізде міне 17 деген номермен оқа бірінші в работеде тұру мүмкін. Негізі дұрыс SF ол сразу отправлена кетеді. Міне. Көрдіңдер ме, уже кетті отправлена. Енді келесі SF 18, 19 кете береді. Өздеріңіздің порядкаларыңызға байланысты. Міне болды. Осылай тек қана жіберіледі. 7 минут.